Анас ибн Малик деген сахабаны білесіздер. Осман ибн Аффан деген халифа болып тұрған кезде, әділетті 4 халифаның 3-ші. Соның заманында үлкен Мәдинада жиналыс жасайды Осман радиаллаху анху. Сонда жолда Анас ибн Малик келе жатады да, жиналысқа шақырылған ғой, енді үлкен ғалым сахаба ғой. Келе жатса, базардың ішімен өтіп келе жатып, бір әйелдің несі етегі көтеріліп кетеді базардың ішінде, алдында жел тұрған кезде. Ананың біраз жерін көріп қояды Анас ибн Малик ше. Бірақ үсті дірілдеп кетеді, біртүрлі болып қалады да. Жиналысқа барып отырады, сөйлемейді Анас ибн Малик. Біртүрлі қалтырап отыр, жаңағыдай болып, түрі кетіп қалған. Сонда Осман радиаллаху анху: "Ей Анас, не болды саған? Кешегі нұрыңды бүгін жүзіңнен көре алмай тұрмын ғой" деп айтады дейді. Біліп қойғанда ананың бірдеңеге қарап қойған. Көрдіңіз бе? Қарай беру бұл адамның жүзіндегі нұрды алып тастайды дейді. Әйелдің әурет жеріне қарай беру. Сондықтан мынау жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи хадистерінде де келеді ғой. Имам Суютидің кітаптарында келеді ау деймін, ұмытпасам. Жаңа бір жігіт алақ жалақ деп жаңа мына жақтағы өткен қызға бір қарап, мына жақтағыға бір қарап, сөйтіп келе жатса, забор бар ғой мынадай тұрған, қабырғаға соқты дейді, қырына мұрнын бет қылып жіберген дейді ананың ше. Сөйтіп мұрны қараған пайғамбар саллаллаху алейхи жанына барады, "Ей Алланың елшісі" дейді. "Осылай келе жатыр едім" дейді, "Былай ұрып алдым" дейді да. Жақсы болыпты. Қарап келе жатсың ғой сен жерге. Әркімнің әуретіне қарап келе жатқан ғой жаңа жігіт. Алла тағала қайта осы дүниеде беріп қойды жазаңды деп айтты дейді. Көрдіңіз ба? Жан жағыңа қарай берме. Ана машинамен соғысып жатқандардың көбісі сондай болып отыр ға. Жан жағыңа қарай берме, жазаңды алып алғаныңа шүкір дейді, ана алып қоймай ар жаққа қарай. Мұрның жазылады деп жатыр ғой Құдай қаласа. Бірақ көзіңе ие бол деп жатыр. Міне сол зина деген нәрсе қазір өршіп тұрған ең ауыр нәрселердің бірі болып тұр. Мына бір нәрсені білу керек. Өзі әр нәрсенің тарихы бар ғой. Дұрыс па? Әр күнәнің тарихы бар. Адам өлтірудің тарихын білеміз, Қабыл мен Абыл. Көре алмаушылықтың тарихын білеміз, Қабыл мен Абыл. Енді зинақорлықтың да тарихы бар, кім жер бетінде бірінші істеді деген. Исраилат хабарларда келеді, зинақорлықты ең жер бетінде бірінші істеген сол бейшара Қабылдың, вообще Қабыл оңбай кеткен екен өзі. Соның балалары істеген екен. Қабыл өзінің бауыры Абылды өлтірген, білесіздер ғой, құрбанды Қабыл болмай қалған кезінде. Сол Қабылдың балалары, Қабыл бауыры Абылды өлтіргеннен кейін жазықтық далаға қарай қашып кетеді. Сөйтіп қашып кетеді, сол жерде көбейеді өзінің отбасымен. Бірақ Қабылдың ұрпақтарынан шыққан қыздар бар ғой, өте сымбатты болған екен, әдемі. Мына жақта Абылдың балалары бар ғой енді. Абылдың балалары қалып қойды, бұлар тау жақта мекен еткен дейді. Тау жақта мекен еткен, бірақ жігіттері сондай иықты, сымбатты екен жаңа жігіттері. Сол жерде Шис деген пайғамбар болған дейді. Шис өзінің қауымын әрдайым жамандықтан тыйып отырады екен, бірақ күндердің бір күнінде мына таудағы Абылдың балаларының біреуі қой бағып жүрсе, кешкісінгі уақыттарда ана Қабылдың балалары өмір сүріп жатқан жазықтыққа қарай кетіп қалған екен. Жүре берген ғой қой бағып. Бір кезде мизмарлардың дауысы шықты дейді. Мизмар деген сыбызғы деп жатыр, сыбызғының дауысы шығып тұр дейді. Дауыс шыққан жаққа қарай бүйтіп құлағын теп желмен бара берді. Барса қыздар менен ұлдар ойын сауық құрып жатыр екен, билеп ше. Ана қыздарды көреді де мынау сол жерде құлайды жаңа қойшы бала. Өйткені өзінің қауымдағы қыздардың сымбаты онша болмаған дейді. Мына тау халқының. Мыналарды көреді де дереу қойды айдап апарады да еліне барып айтады ғой, сұмдық қыздарды көрдім дейді да. Мына жақта билеп жатқан керемет қыздар. Ойбай, кешкісін барайық онда. Ауылдың жігіттерінің барлығы кешкісін жиналып барса, бұлар сол көңіл көтеру кешін істеп жатыр екен жаңа, сыбызғымен. Билеп не қылып. Сол жерде мына жақтың иықты дәу сымбатты жігіттерін мына жақтың қыздары көрген кезде бір-біріне ойлары кетті дейді ғой. Сөйтті сол жерде сөздері кетті дейді бір-біріне. Сөйтіп ақыр соңында істері кетті дейді. Таңға дейін ең алғаш рет тұңғыш рет жер бетінде Қабылдың қыздары менен Абылдың ұлдары осылай не істеген дейді. Жер бетінде тұңғыш зинақорлықты жасаған дейді хабарларда Исраилат. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл үлкен нәрсе. Бұлар егерде бармағанда алғашқы қадамды жасады. Ол нәрсе болмайды дейді жер бетінде. Бұлар барды, алғашқы қадамдарын жасады. Сөйтті де сол нәрсеге түсті ақырында. Кейін бір хабарлар дейді, Алла Тағала сол қауымға оба дертімен өлтірген дейді, жазалап жаңағы зина жасағандарды. Енді Алла Тағала сақтасын.